وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Сонда кейбір адамдар Алланы қойып басқа біреуді өзіне құдай қылып алады. Олар еш нәрсені жарата алмайды, ол құдай дегендері. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Бәлки олар өздері жаратылған. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Және өздеріне ебір пайда да зиянды иелігіне еге емес. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Және өздеріне өлімге де, өмірге де, қайта тірілуге де күші жетпейтін бейшаралар. Қараңызшы, кейбіреулер қолдан мүсін салып алады, тастан мүсін қашайды, сөйтіп соған басын иіп тағзым етіп жатады, мынау құдай деп. Соған айтқандай ғой, қараңызшы. Олар еш нәрсені жаратпай, бәлки өздері жаратылған. Яғни мүсін ғой қолдан жасалынған. Сөйтіп сол қолдан жасалынған бір мүсінді жұрт оған табынып жатады. Немесе кейбіреулер сияқты сурет салып алады. Сурет салады да, сөйтеді сол суретке табынады. Ол қолдан жасалған сурет ол. Немесе біреулер бар, сауда қылғанда тек береке болады дейді. Сөйтіп ана бір тиын тістеген бақаны қойып қояды. Ол өзің жаратып қойдың ғой, өзің жасадың ғой, сол бақан сен сияқты көзі Қытай жасаған ғой. Сол жасап, миллиондап сатып, қайта соны жасаған адам ақша тауып жатыр да. Өйткені сіз бен біз сияқты ақымақтар соны сатып аламыз, бай боламыз деп. Ана бір адам айтқан екен, бай болудың тірлігін үйретейін ба депті. Иә деп, маған 100 сом бер депті. Сосын мен саған үйретемін, 100 сом бер. Енді екінші адамға өйстіп айтсам 100 сом табасын деген. Дәл осы сияқты ғой. Немесе бір ағашты қойып қояды. Мынау ақшаның ағашы дейді. Осыны дүкеніме қойып қойсам, доллар кетіп тұрады дейді. Өзі қолдан жасалған нәрсе. Немесе қазір байларда феншуй деген нәрсе мода болып жатыр. Оның түбін білмейді көп адам. Феншуй деген ол буддизмнің бір тармағы негізі. Ол табыну болып келеді ол. Олай айтады, мынау диванды бір жаққа қаратып, солтүстікке қаратып қою керек, кроватты оңтүстікке қаратып қою керек, жаңағы ана жерде сурет мына жаққа қарап тұру керек, бұл бөлменің реңі қызыл болу керек, анау бөлменікі сары болу керек. Сонда не болады десе, үйіңе ақша кіреді, байлық кіреді, береке кіреді дейді. Дәл соны істеп жатқандар бай болып жатқанын көріп жатқан жоқпыз.